Барлығына сәлем. Сіз атақты мұнаралардың керемет құпияларын біле бермейсіз. Кейбір мүсіндердің ішінде құпия бөлмелер орналасқан. Сіз BNKZ арнасындасыз. Бүгінгі видеода атақты мұнаралардың керемет құпияларымен бөлісетін боламыз. Арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қойыңыз. Ендеше біз бастаймыз. Бостандық мүсінін барлығымыз білетін шығармыз. Сіз бұл мүсіннің ең жоғарысында жасырын бөлме бар екенін біліп педіңіз. Мүсіннің оң қолындағы алаудың ішінде жасырын бөлме бар. Бұрындары тіпті туристер де бұл жерге дейін көтеріле алған. Алайда уақыт өтіп бұл бөлмеге кіруге тыйым салынған және 100 жылдан бері бұл жерге ешкім кіре алмайды. 1916 жылы немістер тарапынан жасалған соққы себепті құрылым зақымдалған. Арадан уақыт өтіп, бұл құрылым қайта құрылды. Мүсіннің биіктігі 46-да 5 метр, тұғыры 46-да 94 метр, жалпы салмағы 225 тонна. Әйел мүсіннің басына 7 шабағы бар тәж кигізілген, оң қолына алау көтерген, сол қолында заңдар кітабы бар. Егерде мүсіннің ең жоғарғы нүктесінен қала қалай көрінетінін көргіңіз келсе, қиындықсыз Google-дан қарасаңыз болады. Трафальгар алаңы. Бұл жерде жасырын полиция бөлімшесі орналасқан. Оны көзбен қарап табу мүмкін емес. Суреттің сол жағында жарық шамы орналасқан. Бұл жай ғана жарық шам емес. Бұл жерде полиция бөлімшесі орналасқан. Бұл жер сіз ойлағаннан әлде қайда кең. Бірден екі тұтқын ұстауға жеткілікті орын бар. Алайда соңғы уақытта бұл алаң өз мақсатына сай пайдаланылуын тоқтатып, жай сыпырушылар құралын сақтайтын орынға айналған. Колизей. Сіз бұл ғимаратты кем дегенде бір рет болсын суреттен көргенсіз, бірақ көбісі ежелгі Рим тұсында бұл ғимараттың ашық құпияларын білмейді. Колизей арена ретінде пайдаланылды. Түрлі спектакльдер, соның ішінде гладиаторлар шайқасы үшін жер асты бөлмелері мен Калиазин асты түнелдерінің тұтас жүйесі болған. Олар онда жыртқыш аңдарды ұстау үшін, сондай-ақ спектакль кезінде арнайы эффектілерді жасаған адамның көмегімен күрделі механизмдер пайдаланылды. Эйфель мұнарасы. Бұл мұнара әлемдегі ең атақты мұнаралардың бірі. Жыл сайын ондаған миллион туристер қаланың осы ерекше символын көру үшін Парижге келеді. Олардың көпшілігі ғимараттың ең жоғарғы жағында құпия бөлме бар екендігін білмейді. Әйгілі құрылыс 19 ғасырдың аяғында инженер Густав Эйфельдің жобасы бойынша салынған. Бөлме тек өзі үшін, шын мәнінде инженердің бүкіл өмірі үшін. Оған бүгінде одан басқа ешкімнің қолы жеткен жоқ. Ең шыңға шығу мүмкіндігі бар билеттерді сатып алған келушілер француз астанасының керемет көрінісін ғана емес, сонымен бірге әдемі қаланы ғана бақылай алады. Disneyland – балаларға арналған әйгілі ойын-сауық саябағы. Бірақ саябақтың аумағында тек ересектерге арналған орын бар. Толығырақ айтқанда, ауқатты ересектер үшін. Біз клуб 33 туралы айтып тұрмыз. Өткен ғасырдың 60 жылдары жабық клуб идеясы саябақтың негізін қалаушысы Уолт Диснейден шыққан және оның жоспары бойынша оған саясаткерлер, бизнесмендер және басқалар сияқты ықпалды адамдар жиналуы керек еді. Кәдімгі адамдар да бұл клубтың мүшесі бола алады, бірақ бұл үшін олар айтарлықтай үлкен сумма салулары керек. Рашмор тауы Америка Құрама Штаттарының басты көрікті жерлерінің бірі болып табылады. Барлығы елдің 4 президенттің жартаста қашалған басын көрді. Бірақ оң жақта орналасқан президент Авраам Линкольнның басының артында құпия бөлме бар екендігін білетіндер аз. Оған кіру мүмкін емес. Бұл ескерткіш 100 жылға жуық бұрын орнатылған. Онда президенттен басқа американдық тарихтың маңызды оқиғалары да бейнеленеді. Мүсіншеге дәл мүсіннің ішінде ақш тарих мұражайына ұқсас арнайы зал жасау ұсынылды. Монумент авторы қайтыс болды және жұмыс соңына дейін бітпеді. Сол уақыттан бері бұл бөлмеге ешкім кіре алмаған. Бруклин көпірі Нью-Йорктың символдарының бірі. Бостандық мүсінімен бірге мұнда күн сайын мыңдаған адам келеді. Бірақ көпір тіректерінің жасырын құпиясын көпшілік біле бермейді. Көпір 19 ғасырда құрылды. Көп ақшаны алкоголь сатушылар бөлді. Бұл уақытта әлі тоңазытқыш ойлап табылмаған еді. Көпірдің астында ішімдіктерді сақтау үшін керемет температура бар еді. Қосымша, көпірдің астында үлкен көлемде жер бар еді. Олар 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында белсенді түрде пайдаланылды. Бүгінде бұл жер төлелері бос және оған қарапайым адамдар жетуі мүмкін емес. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып қоңырау түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.